Вес бойца 75 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 75 килограмм. Следом на весы приглашается боец из Казахстана Бауыржан Калмурзаев. Официальный вес бойца 75 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 75 килограмм. Переходим к дуэли взглядов. Очень уверенно бойцы подходят к этому моменту. Немного проявляют агрессию друг другу. Но я думаю, что после боя они обязательно пожмут друг другу руки. Желаем удачи бойцам в завтрашней схватке. Константин Чередниченко, Бауыржан Калмурзаев. Встречайте, в синем углу октагона боец из России Константин Чередниченко. Константин Чередниченко, 25 жасар спортшы. Негізі Қазақстанның азаматы, кейін Ресейге қоныс аударған спортшы. Жасы 25-те және кәсіпқой деңгейде 34 жекпе-жегі бар бұл жігіттің. Соның 15-інде жеңіске жетсе, 19-ында жеңіске ұшыраған. Соңғы жылдары бұл жігіттің жолы болмай жүр, шыны керек. Соңғы жеңісін 2022 жылдың сәуір айында соңғы жеңісіне қол жеткізген болатын. Одан кейін қатарынан 5 жекпе-жекте жеңіліске ұшыраған. Соның бірі тіпті кәсіпқой бокстың ережесі бойынша соңғы рет октагонға өткен жылдың қараша айында көтерілген болады. Әуесқой арасында да тәжірибесі жеткілікті. Жаңағы инфографикадан көрген боласыздар. Жалпы осы 34 жекпе-жекті 7 жыл ішінде өткізген болатын. 7,5 жылда әлбек айтатын болсақ, 2015 жылы кәсіпқой деңгейде дебютті жекпе-жегін өткізген болатын. Итак, дорогие болельщики, встречайте его соперник из Казахстана. Красный угол октагона. Бауыржан Калмурзаев. Бауыржан Калмурзаев, атақты алмас қырандарының өкілі, жасы 32-де. Кәсіпқой деңгейде 2020 жылы дебюттік жекпе-жегін өткізген болатын. Октагон турнирінің аясында, дәлелге айтатын болсақ, Октагон 14 турнирінде алғашқы раундта Сергей Ратниковты техникалық нокаутпен ұтқан болатын. Ал соңғы рет Бауыржанды біз Октагон 37 турнирінде көрдік. Атышулы Абдулазиз Сотволдиевті алғашқы раундта техникалық нокаутпен ұтып, біраз шулатқаны бар еді бұл жігіттің. Міне енді араға небәрі 2 ай салып, тағы да Октагонға оралып отыр. Бүгінгі қарсыласта осал емес, әрине. Стилі жағынан енді бір-біріне қарама-қайшы, шыны керек.
Константин Чередниченко күрескенді көп жақтыра қоймайтын жігіт. Ал Қалмұрзаев керісінше тәп-тәуір күресетінін білеміз. Кем дегенде Абдулазизге қарсы жекпе-жекте жақсы күресіп шыға алған еді. Қалмұрзаев октагонда ресми түрде бізге қазір спортшыларда да таныстыратын болады, содан кейін жалғастырамыз. Итак, внимание, друзья, представление бойцов. Синий угол клетки. Бойцу 25 лет, рост его 175 сантиметров, вес 75 килограммов ровно. Двухраундный чемпион Казахстана по кикбоксингу. Кандидат мастера спорта по грэпплингу. Чемпион России по тайскому боксу. Из России встречайте Константин Чередниченко! Красный угол клетки, его соперник. Бойцу 32 года, рост 175 сантиметров, вес 75 килограммов ровно. Кандидат мастера спорта по ММА, чемпион Алматы по ММА, кандидат мастера спорта по Казахшахурес из Казахстана. Вот он, Бауыржан Қалмұрзаев. Рефери в октагоне Халил Мамиев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, правила не нарушаем. Внимательно слушайте команду. После команды стоп прекращаем все действия. Ясно? Пожали руки. По углам. Константин Чередниченко, Бауыржан Қалмұрзаев, 75 келі салмақ дәрежесі, алғашқы раунд. Халил Мамиевтің рұқсатын алуғана қалды. Внимание, первый раунд. Кешегі стердаунда біраз эмоцияға берілген болатын жігіттер. Лоу-кик. Қалмұрзаевтың орындауында. Әрине ең алдымен Бауыржан қазір қысым көрсетуге тырысатын болады. Чередниченко және ұмтылды алға бірден. Бауыржан Қалмұрзаев аямай соққы жаудыратын. Стоп! Небәрі 20 секундқа созылған жекпе-жек. Тіпті 20 секундтың ішінде қазір иығын жарақатта болған сияқты. Онсыз да жарақаты бар екенін байқадық әрине. Бекерден бекер тейп салынбаған түсініп отырмыз, бірақ дәл осы жарақат бәлкім Бауыржан Қалмұрзаевты алға итермелеген болғанды шығар. Міне. Алға ұмтылған сәті және тіпті Чередниченко белсенді қорған алғанда жоқ. Шыны керек, бұндайды пассивті қорған істейді. Блоктың ар жағына тығылып міне жатып алды. Бұны көрген Мамиев жекпе-жекті тоқтатуды жөн көрген екен. Бүгінгі кештің ең жылдам аяқталған жекпе-жегі болып шығуы да әбден мүмкін. Итак, дорогие друзья, уважаемые болельщики, на 20-й секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал Бауыржан Қалмұрзаев. Бауыржан Қалмұрзаевтың екінші қатарынан уақытынан бұрын жеңісі 2 айдың ішінде. 18-ші қараша. Бұған дейінгі жекпе-жегі. Және 20 секундқа созылған жекпе-жекті тағы бір тамашалап шығайық. Gorilla Energy Drink шараның энергетикалық серіктесі.